Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Өте дәмді болып шығатын картоптан дайындалған пюре рецептісін ұсынамын. Басты ингредиенттер ол картоп пен пияз. Картоп пен пиязды ашып жуып аламыз. Көбінесе пюрені гуляш тағамын дайындағанда гарнир ретінде қолданамын. Пирожки дайындағанда және отбасыма жеке тағам ретінде ұсынамын. Картопты жуып ашып болғаннан кейін картопты осылай екіге бөліп жұқа қылып турайтын боламыз. Сол кезде картоп 10-15 минутта пісетін болады. Пияздың бір бөлігін турап картопқа қосамыз. Картоп пен пиязды турап болғаннан кейін қазанға салып, керек мөлшерде тұзын салғаннан кейін суын құйып, газ плитаға қоямыз. Қазанда картоп қайнағанша тағы да бір салмасын дайындаймыз. Бір дана пиязды майдалап турап, сұйық майға қуырып аламыз. Картоп қайнады, енді баяу отта 10-15 минут пісіреміз. Пияз қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте сүт қосатын боламыз. Қоспамыз қайнаған кезде 5 минуттай баяу отта қайнатып сары май қосамыз. Енді газ плитаны өшірсе болады. Картопты шаңышқа немесе пышақпен осылай тексеруге болады. Картоп пісті, енді осылай езгішпен әбден езіп аламыз. Алдын ала дайындаған қоспамызды картопқа қосамыз.
езгішпен картопты әбден езіп аламыз. Арасында қара бұрышты да қосуға болады. Картоптан дайындалған пюре өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға дайындап ұсынып көріңіз. Сіздерге видео және рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.